мен ғой. Ойабай. Ай, бір алты иттей ұлып тұрған Майтош сен бе? Қатыгүл, мен ғой, мен... Ойбай, ау қайдан звондап тұрсың? Жұрттың бәрі жаңа жылды қарсалайын деп жатыр ғой, а? Қатыгүл, білесің ғой, сол баяғы Монша, Кирпичная көшесінде Монша, соның жанында тұрмын. Ай, не қылған Кирпичная, былтыр Кирпичный, алдыңғы жылы Кирпичный, немене ана бөтіресбелікқа түскен Кирпичныйыңды айтасың бе? Қойшы, сен алдымен тыңдасың, сен тыңдаш, сен алдымен енді. Жоқ дедім ғой, мен тыңдағым келмей тұр. Сен мені алдап жүрсің, білдің бе? Сенің ана Кирпичныйыңда біреуің бар, білдің ғой. Қойшы енді, қайдағын айтпашы енді. Біз білесің ғой, жылда 31-ші неде біз Моншаға барамыз, Айтан екеуміз. Содан Моншаға бардық. Барсақ кісі көп екен, оны 1 сағат тостық. Иә, сосын. Сосын кіргеннен кейін соғысы бітіп қалды. Оны 2 сағат күттік. Ай, мен саған айтып тұрмын ғой, Моншадан кейін қайда бардың деп тұрмын ғой. Біз Моншадан шыққан жоқпыз әлі. Не дейді, қалай? Солай, бір уақытта свет өшіп қалды емес пе? Свет. Қазір қалада өзі білесің ғой өзі. Біресе свет өшіп, біресе газ су болмай жатады ғой. Содан мен сыртқа шығайын деп қараңғыда бір есікті ашып кіріп кетсем, сөйтсем ол әйелдер шомылатын жағы екен. Не дейді? Араласып кетті. Ай, сонда сен немене әйелдермен бірге шомылып жатсың ба? Жоқ, қайдағы шомылған? Қараңғыда өзі біз шомылған жер Айтан ғой ана жынды. Ана бастықтар шомылатын, неге люксқа шомыламыз деп, соған шомылғанбыз люксті. Сонда ар жағында әйелдерді шомылады екен, екі ортасында есік бар екен. Иә? Ол есік өз бұрыннан ашық тұрады екен ғой, қайдан білесің? Сөрге шомылғандар бір-біріне кіріп өздері сабын алып, су алып, арқаларын езіп беріп, сөйтіп жүреді екен. Ой. Содан басында олар қараңғыда менің еркек екенін білген жоқ. Сосын біреусі каким-то образом әйтеуір біліп қойды. Содан еркек көрмегенде атаңанеттер айғайлап шуылдап, еркек деп тазикпен ұрғылап қуып шықты ғой мені. Ойбай, Майтош, сонда сен немене тыр жалаңаш тұрсың ба? Жоқ енді, онша тыр жалаң емес. Енді Монша шәйел екеуміз содан просьбаны алып, содан өзіміздің шешінетін жерге кірсем, елдің бәрі кетіп қалған, киімді біреу қағып кетті. Нәскиден басқасы. Нәски қалған. Ой, күйдіргі. Ай, қайдағы просто не қайдағы әйел сенің айтып тұрғаның, а? Ай, мен балалардың аузынан жыртып Турцияға барып саған $1000 дубленкасын алып келсем, е? 10.000 теңгенің бөркін алып келсем, $500 костюм шалбарын алып берсем, мынау қайдағы маған 20-30 теңгенің турсинәскиін айтып тұрған несі, ойбай күйдіргі? Қойшы енді, өзің білесің ғой енді, қойшы енді, бізді бір үйде киім алып кеп, бізді алып кетші енді, өлетін болдық бұл жерде. Ойбай ау, мен сені жеті қараңғы түнде қайдан іздеймін? Білесің ғой ана, біздің Моншаны әлгі біздің спонсорымыз бар ғой әлгі Казкоммерцбанк. Иә. Соның өр жағында, телевидениенің төр жағында, Кирпичная көшесі ғой, кеше яғыда енді. Ойбай ой, әй, Майтош! Ау. Әй, сен қашаннан бері мүләйімсіп қалатын болғансың, а? Үйге келсең болды, істің бәрін осы еркек мына біздер біледі деуші едің ғой, қалай екен? Дұрыс қой енді, Қатыгүл, енді дұрыс қой бәрі. Ой, Қатыгүл, мен ұмытып барады екем. Мен енді жаңа жылға мүмкін үлгеремей қалатын шығармын. Сені келе жатқан жаңа жыл мерекеңмен құттықтаймын мен сені. Ой, бәле, мен де сені құттықтаймын, білдің бе? Күйдіргі ау сағат 12 болып қалды ғой. Дубленкаңда бәрі де құрсын. Мына жаңа жылды қалай қарсы алсаң, өмір бақи жылыңның бәрі солай өтеді деуші еді күйдіргі. Құз болып қал сен, білдің бе? Қат. Ой, онсыздан мұз болып қатайын деп тұрмыз. Былтырғыдай тағы да Бөтіресбілке барсақ, қалай болар екен өзі? Өз бағасы қанша тұрады, қымбаттап кетті ме? Сіз білмейсіз? Сіз сөрден ылғи көрем ғой, өз бағасы қанша? Онда қайттан Моншаға түнер. Ой, не закрывать, девушка, эй! Мы там будем ночевать! Не закрывай, эй, не закрывай!